Сәлем достар, сіздермен бірге қызық фильм. Бүгін бізде «Исчезновение на 7-й улице» атты фильміне қысқаша шолу. Чувак, мне нужен свет. Пожалуйста, дай мне один фонарик. Пол есімді жас жігіт киномеханик болып жұмыс істейді. Жұмыстың бір күнінде ол уақыт өткізу үшін кітап оқып отырады. Ол басында шахтер секілді кішкентай шамды тағып жүреді. Аяқ астынан электр тоғы өшіп қалады. Кинотеатрда тыныштық орнап, қараңғылық басады. Авариялық жарықтандыру бірнеше секундтан кейін қосылады. Пол одан басқа кинотеатрда ешкімнің жоқ екендігін түсінеді. Көрермендердің барлығы жоқ болып кеткен. Орындықтар мен еденде адамдардың заттары ғана қалды. Қорқып кеткен Пол бір адамды да болса тауып алу үшін сауда орталығының барлық жерін шарлап шығады. Ол күзетшіні кездестіреді. Ол да Пол сияқты болған жағдайға аң-таң болып тұр. Олар бірлесіп не болғанын анықтауда. Күзетші бір нәрсе естіп, кабинкаға кіріп қалғанда, ол да жоқ болып кетеді. Жерде оның тек киімдері мен аяқ киімі қалып қояды. Осы уақытта доктор Розмари адамдарды іздеп аурухананы аралап жүр. Ешкім тіл қатпайды. Ол түсініксіз ыңырсыған дауыс естіп, сол жаққа қарай барады. Ота жасау бөлмесінде ол бір ер адамды көреді. Сол бөлімде жарық сөніп қалғанда, әлгі адам жоқ болып кетеді. Келесі күні Люк есімді жігіт жан жағында жанып тұрған свечалармен қоршалған төсекте оянады. Бұл көріністі оның қызы Пейдж дайындап қойған екен. Таңғы күн пәтерді қатты жарықтандырып тұр. Люк Пейдждің үйге оралмағанын түсініп, ешнәрсені байқамай жұмысқа шығып кетеді. Жолда газет алып оқып келеді. Ол аяғымен біреу тастап кеткен көзілдірікті баспағанша жан-жағына мән бермейді. Ол әрі қарай жүріп, көшедегі тастап кеткен көліктерді көреді. Алыстау жерде ұшақ жерге құлайды. Люк Пейдждің жұмысына барып, оның ол жақта жоқ екеніне көз жеткізеді. Люк өзінің кабинетіне барып, пайдалы нәрсе іздей бастайды. Бір кезде есік жақтан бір көлеңкені байқап қалады. Ол көлеңке жақты қарауға кеткен кезде қараңғы нәрсе фотосуретті басып алады. 3 күннен кейін Люк қолына шамды алып, қаланың түнгі көшелерімен жүгіріп келе жатыр. Ол көшеден жүретін көлік іздеуде. Оның талпыныстары жүзеге аспайды. Қол қусырып қалған Люк соңғы көліктің ішінде демалып алып, қайтадан көліктерді тексеруге шығады. Қызғылт шамды ұстап алған кішкентай қыз жігітке білдіртпей оның ізінен жүріп келеді. Бір кезде Люк электр тоғы бар көлікті тауып алады, бірақ бұл оны оталдыру үшін жеткіліксіз болады. Батарейкалар мен тапаншаны жинап жатқанда аяқ астынан музыканың дауысын естіп қалады. Жақындап қарағанда электр тоғы бар жұмыс істеп тұрған барды көреді. Барға кіріп қалғанда бүкіл қала сияқты бұл жерде де ешкім жоқ екенін байқайды. Ол жан-жағын қарап шығып, жертөледен генераторды тауып алады. Кенеттен 12 жасар Джеймс есімді бала шығып, Люкке мылтықпен көздеп тұрады. Люк баланың қорқып тұрғанын түсінеді. Люк одан ішімдікті сұрап, орын алған жағдайда талқылап сөйлесуді сұрайды. Люк Джеймстің шіркеуге жарық көзін табуға кеткен өз анасын күтіп тұрғанын біліп алады. Оның анасынан біраздан бері хабар жоқ. Сондықтан Джеймс таң атысымен оны іздеуге шыққалы жатыр. Далада түн жамылып тұрғанмен сағат күндізгі 11-ді көрсетіп тұр. Люк балаға оның анасының келмейтіндігін айтып, генератор таусылғанша кету керектігін жеткізеді. Дегенмен Джеймс осында қалуды шешеді. Люк кетейін деп тұрғанда барға Розмари есімді әйел кіріп келеді. Ол өзінің ұлын іздеп жүр екен. Осы уақытта Пол басынан жарақат алған күйде далада жатыр. Жарақатына қарамастан ол жақын жерде тұрған шамы қосылып тұрған аялдамаға дейін еңбектеп жетеді. Розмари адамдардың жоқ болып кеткеннен кейін не болғаны туралы айтып береді. Түсініксіз құбылыс орын алған кезде ол темекі шегіп тұрған еді. Ауруханадағы жұмысынан кейін үйіне оралғанда оның баласы мен күтушісі жоқ болып кеткенін байқайды. Бір кезде олар даладағы бір айқайды естиді. Люк көшенің арғы бетінен адамның көлеңкесін көреді. Келе жатып аялдамада жатқан Полды байқап қалады. Полды көтеріп барға қарай апарайын деп жатқан сәтте Люктің шамы өшіп қалады. Люк құлап қалып, аяғын жарақаттап алады. Оларға көмекке Розмари келеді. Ол бардың есігін ашып қалғанда, ішінен шыққан жарық көзі басып келе жатқан қараңғыны ұстап тұрады. Бардың ішінде аман қалғандар болған оқиға туралы өздерінің ойларын айта бастайды. Кенеттен жарық өшіп қалады. Генераторды жөндеп қайтадан іске қосты. Пол 1587 жылы Роанок деген аралда адамдардың жоғалып кеткені туралы оқиғаны айтып береді. Сол кезде солтүстік Каролинаға қарасты Роанок аралына азық-түлік жүктелген кеме келгенде аралдағы халықтың із-түзсіз жоқ болып кеткенін көреді екен.
Пол сол аралдағы болған оқиғаның қазіргі өздерімен болып жатқан жағдайларға ұқсас екендігін білдіреді. Әңгіме барысында Пол кенеттен есінен танып қалады. Давай, подними голову. Дыши, дыши. Люк бірнеше күн бұрын қараңғы түсе бастаған уақыттағы жағдайларды есіне түсіреді. Ол сол кезде редакцияға барғанда репортерлардың жазбаларын қарап шығады. Бір жазбада репортер 8 жыл бұрын қайтыс болған ағасының даусын естіп, қараңғы жерден оны шақырғанын айтады. Сөйтіп көлеңкелер адамдарды алдап, өзімен бірге арбап әкететіндігін түсінеді. Бір кезде жарық өшіп қалады. Люк жарық көзін іздеп жатқанда, ғимараттың арғы шетінен Пейдждің даусын естиді. Ол елес секілді көлеңке денелерді көріп қашып кетеді. Бұл туралы Люк барлығын айтып, оларға қауіп төніп тұрғанын және тез арада Чикаго қаласына кету керектігін айтады. Розмари өзінің ұлынсыз кетпейтіндігін, ал Джеймс анасы келмейінше ешқайда бармайтындығын айтады. Люк оларды өзінің сөз шеберлігімен кетуге көндіреді. Розмари мен Люк екеуі тауып алған көлікке қарай жетіп, оны барға дейін итеріп келеді. Бір уақытта кішкентай қыз келіп, оларға өзінің жарығын түсіреді. Қыз бала қорқып қашып кетеді. Люк оның артынан қуғысы келгенде, оның жарақат алған аяғы сыр білдіреді. Пайда болған көлеңкелер Люкқа қарай жақындауда, алайда Розмари көліктің фарын жағып, оны құтқарады. Осы кезде Пол Джеймсті бардың ішінде іздеп жүр. Бала жоғалып кетті. Пол жертөледегі генератордың қасында ашық тұрған есікті ашады. Есікке кіргенде, ұзын туннельді көріп, Джеймстің оны шақырып жатқан дауысын естиді. Дауысқа қарай барып, туннельдің аяқ жағында есікті көріп ашады. Есік болса қабырғаға тіреліп тұр. Кенеттен жарық шамдары біртіндеп өше бастайды. Полға қарай қараңғылық келе жатыр. Ол өзінің жатқан жерінде бильярд үстелінің үстінде өз-өзіне келіп есін жияды. Жарық сөнеді. Қайтадан жанғанда Джеймс Полдың киімін ғана табады. Розмари мен Люк ауруханаға жарық пен оттықтарды іздеу үшін барады. Розмари сәбидің жылаған дауысын естиді. Көшеден колясканы көріп, соған қарай жүгіреді. Колясканың ішінде ешкім жоқ. Ол бұның бәрін алдамшы нәрсе екенін түсініп, басын көтеріп қарағанда жоқ боп кетеді. Люк барға қарай қайтады. Ішінде тек Джеймс қана қалды. Екеуі көлікті оталдыруға тырысады. Джеймс оның анасының болуы мүмкін шіркеуді көріп, соған қарай жүгіреді. Люк оны тоқтатуға тырысады, бірақ Джеймс оны тыңдамай кете береді. Шіркеуге кіріп, Джеймс шамдардың жанып тұрғанын ғана көреді. Қараңғыдан анасының шақырған дауысын естиді. Оның артынан көлеңкелер жақындап қалғанда, кенеттен шіркеуге Люк көлігімен соғып, ғимараттың ішін жарықтандырып жібереді. Люк бұның барлығын көлеңкелердің тозағы екендігін түсіндіреді. Джеймс оған сенбейді, алайда ол жерден тек адамдардың жиналып қалған киімдерін ғана табады. Көліктің фаралары өшеді, жанып тұрған шамдар сөнеді, шіркеуді қараңғы басты. Азанда күн шығады. Джеймс әлі жанып тұрған шамдардың ортасында оянады. Кішкентай қыз келіп, Джеймстің оның ұйықтайтын жерінде жатқандығын айтады. Ол өзін Брианна деп таныстырады және Джеймске сонымен бірге қалуды сұрайды. Брианна күн сәулесімен істейтін шамның арқасында аман қалды. Екеуі шіркеуден шығып атты көреді. Олар атқа мініп, Чикаго қаласына қарай жол тартады. Қаладан шыққанда күн батып, Пол, Розмари және Люктың көлеңкелері оларды шығарып салады. Толықтай түн жамылғанда, Брианнаның шамы жанып, екеуіне қауіпсіз жолды қамтамасыз етеді. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қызықты фильмдерде кездескенше.